Сәлем ЮТУБ, сіздермен QoQs арнасы. Бүгін біз 2018 жылғы триллер, фантастика жанрында түсірген режиссер Скотт Спирдің америкалық туындысы жайлы айтамыз. Фильм 10 жыл бұрын жұмбақ, аномалия, тірілер мен өлілер әлемінің шекарасын бұзды. Ал қазір адамдар әлемінде ЕЛЕСТЕр пайда болады. Оларды ремнанттар деп атайды. Олардың қайдан шыққанын ешкім білмейді. Бірақ олар кейбір ережелерге бағынады. Олар бір уақытта бір жерде пайда болады және тірі адамға зиян тигізе алмайды. Кішкентай Ронни үшін әдеттегі күн қорқынышты түске айналады. Балабақшадағы сабақтар кенеттен терезедегі жарықшақты байқап, аспан біртүрлі бұлттармен жабылған кезде үзіледі. Анасы оның қолын ұстап, адамдар үрейленіп жүгіреді. Бірақ не болғанын ешкім де білмейді. 10 жылдан кейін Ронни ұйқысыздықтан зардап шегеді және күнделікті жұмысы ауыртпалық салады. Таңғы ас кезінде ол анасымен ремнанттар жайлы сөйлеспекші болады. Бірақ анасы бұл туралы сөйлескісі келмейді. Ал осы уақытта дастархан басында газет оқыған әкесі кенеттен ауада иірейді. Қыз 10 жыл бұрын болған қайғылы оқиғаны еске алып мектепке барады. Чикагода үлкен коллайдер жарылып, жарылыс толқыны ғимаратқа ешқандай зиян келтірмеді. Бірақ елестері осы әлемге кіріп көптеген адамдардың өмірін қиды. Мектеп сабағында мұғалім Вейтнер оқушыларға ремнанттың 3 негізгі заңын түсіндіреді. Біріншіден, оларда ақыл жоқ. Екіншіден, сыртқы түрін өзгерте алмайды. Үшіншісі, біздің әлемге әсер етеді. Мұғалім олардың жарылыстан кейін пайда болғанын байқайды. Ронни душта болған кезде біртүрлі жайттарды сезіп, пердені ашып қалған кезде елес жігіт шығады. Қатты қорыққан Ронни жерге құлап, басын ұрады. Жігіт бірдеңе айтқысы келіп, айна бетіне қаш деп жазады. Болған жайтты түсіну үшін мектептегі мұғалімнен көмек сұрайды. Ол болған оқиға туралы айтуға тырысады. Елестер сөйлесе алама деп сұрайды. Вейтнер нақты не болғанын сұрайды. Ронни онымен болған оқиғаны бөліспейді. Енді ол Кирктен көмек сұраймын деп артынан барады. Оның жолы шахтаға апарады. Уақытша жоғалып кеткен Кирк кенеттен оның артында пайда болады. Ронни жақында оған не болғанын айтады. Ал Кирк оны соңынан еруге шақырады. Қараңғы шахтаның ішінде кенеттен жарқыраған жарық пайда болады және іштегі жарқыраған балықтар оған қарай жүзеді. Оның маған не дегісі келгенін білу үшін саған келдім дейді. Ронни оны әзірге Брайан деп атауды ұсынады. Кирктен бұл атаудың неліктен екенін сұрайды, бірақ ол жауап бере алмайды. Жігіттер бұл елестің кім екенін анықтай бастайды. Кирк елесті фильмге түсіру үшін графикалық линзалар қажет дейді. Түнде Кирк ваннаға қажетті жабдықты орнату үшін үйіне жасырынып кіреді. Төменнен дыбыстар естілген соң Ронни тексеруге барады. Бүкіл үй қараңғы, ол баспалдақпен баяу түседі. Айнадан адамның бейнесін көріп, оны іздейді. Кенеттен елес көрген Ронни үрейленіп Кирктің артынан жүгіреді. Ол қару ретінде конькиді алып төменге түскен кезде мамасы болып шығады. Дереу Брайанның елесі осы маңда жүргенін сезген Кирк ваннаға барып құралдарын қосады. Брайанның елесі қайтадан айна пайда болады. Құралдардың күші жетпей жарыла бастайды. Брайанның беті өзгеріп, Ронниға шабуылдамақшы болғанда жарық өшіп қалады. Кирк пен Ронни Брайан туралы ақпараттар табады. Ол бірнеше қыздарды өлтірген екен. Екеуі қайғылы оқиға болған қалаға барады. Қызын қалай өлтірген жайлы анасынан сұрай бастайды. Әйел кісінің айтуынша қызымды мектептен соң алып кетіп, полициялардың іздеуімен отельден денесін тапқан. Ал Брайан түрмеге түспес үшін өз-өзін атып тастаған. Кирк Брайан туралы тағы ақпараттар айтып жатқанда, қатты дыбыстан Ронни дірілдеп, дәптерін еденге қаратып тастайды. Кирк дәптердің бір сөзбен жазылғанын байқайды. Ол қаш деген сөз. Бірақ рөл мұны жазғанын есіне түсіре алмайды. Осы уақытта құрбысы Ронниді матчқа келеді. Ол директорға хабарламалар келіп, сыртқа шығып бара жатқанын көреді. Досымен сөйлесіп жатқан кезде оның көзі көпшіліктің арасында отырған Брайанға түседі. Ронни дәретханаға баруын керек деп, оған жетуге тырысады. Бірақ Брайанның орнында басқа адам болып шығады. Қорқыныш пен үрей билеген Роннидің көзі тағы да басқа жерде отқан Брайанға түседі. Ол ақырындап жеткен кезде орнында тағы бір басқа адам отырады. Бұл жолы Брайанды есіктің маңайынан көреді және ойыншыларды байқамай, спорт залы арқылы тікелей оған барады. Досы оны шақырады. Енді ол матчқа кедергі жасағанын байқайды және бәрі оған қарайды. Сол сәтте мектеп директорының денесі төбеден құлайды. Кирк түнделетіп Ронниға келеді. Телефонды көтермеген соң алаңдап келгенін айтады. Директордың өлімі Ронниға қатты әсер етті. Ол Киркқа әкесінің өлімі де менің кесірімнен деп ішкі сырын айтады. Сол сәтте әкесі екеуі ұрысып қалғаннан кейін автобуспен емес көлікпен кеткені де өлімге тікелей апарар жол екені мені қатты қынжылтады дейді. Жарылыс болған кезде әкесі көлікте болған еді.
Кирк қаладағы елестерді үнемі көретінін, бірақ Роннидің әкесі осы уақытқа дейін көрмегенін айтады. Достар, видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Түнде Ронни қайғылы күнді еске алып жатқанда және терезеден дымқыл қардың соғуын сезеді. Ол оны жабу үшін тұрып, кенеттен қар жауып, бөлменің еденін мұзды қармен жабылады. Терезені жаппақ болғанда Брайанның елесін көріп шошып кетеді. Ол оған шабуыл жасайды. Ронни құлаған мұзды еден жарылып суға кетеді. Су астынан бұрында өлтірген қыздың елесін көреді. Оның көздерінен қайғылы оқиға болған қаланы атын байқап шошып оянады. Анасы 28-ден 29-на қараған түні үйде болмайтынын, өйткені ол маңызды сұхбатқа шақырылғанын айтады. Ас үйге келгенде Кирктің әкесінің орындығына отырғанын көреді. Киркке басқа орынға баруын айтқан кезде әкесінің елесі пайда болады. Киркке әкесінің қолындағы газет 8 жыл бұрын шыққаны қызық болады. Себебі әкесі 10 жыл бұрын қайтыс болған тұғын. Ол дәптерге жұмбақ күйде жоғалған қыздар жайлы мақаланы жаза бастайды. Әкесі қызына қарап баяу жоғала бастайды. Жолда олар тағы бір мақаланы табады. Белгілі болғандай, кісі өлтірудің барлық сериясы болған қалаға жол тартады. Бұл жер тыйым салынған аймақ болып табылады. Көлік көпірден өте алмаған соң жаяу баруға тура келеді. Ронни бұл жерлерді түсінде көргенін есіне түсіреді. Түнге қарай бүкіл қала әртүрлі уақыттардан келген елестерге толы. Олар мейрамханаларда отырады, сөйлеседі, қыдырады. Олардың жоғалу уақыттары аяқталмайды. Кирк мұны олардың пайда болуына себеп болған энергияның көп болуымен байланыстырады. Олар елес тобынан өтіп зертханаға барады. Зертхана ішінде Чикаго өртінен өлген елес жерге қайқулайды. Олар әртүрлі елестерге толы дәліздерден өтеді. Ақырында олар беймәлім қыздың өлген кездегі оқиғасын көруге жиналған елестермен бірге көреді. Ақ көйлек киген қыз жауызбен күресіп, қорқынышпен баспалдақпен жоғары көтеріледі, бірақ оны ұстап қалады. Қыз соңғы күштерімен күреседі, бірақ омыртқалардың қысылуы естіледі. Елес соңғы деммен бір уақытта ериді. Кирк жарылысқа кінәлі дәрігерді байқап, оны қуады. Дәрігер онымен сөйлескісі келмейді, оларға мылтық кезеп өлтіремін дейді. Ронни бізге көмектеспесе, онсыз да өлетінін айтады. Дәрігер өз кінәсін өтеу үшін көмек береді. Менімен бірге жүріңдер деп бір бөлмеге апарады. Қабырғаларда көптеген суреттер бар, ал дәрігер олардың біреуін алып Хиросима мен Нагасаки бомбалары туралы айтады. Бомба жарылыс болған кезде екі әлемге де енуге мүмкіндік беретін энергияны қалдырғанын айтады. Ол бұл құбылысты зерттеп, трагедия күні шекараға келген адамдарға тәжірибе жасау арқылы өмір мен өлім арасында портал құрғысы келді. Олар портал емес, үлкен тесік жасады. Ол кезде бізге Брайан көмекші болған, деді дәрігер. Қайғылы оқиғадан кейін ол мүлдем басқа адамға айналды. Дәрігер Брайанның өлтіруші екенін бірден түсінді. Оның айтуынша, елес басқа адамның денесін пайдаланып, спектрлік қозғалыс арқылы сүйіктісін қайтарғысы келеді. Шындықтың ауыртпалығын көтеруден шаршаған дәрігер өз-өзін өлтіреді. Ал Кирк пен Ронни елес шабуылынан құтылудың жолын іздейді. Бірақ сол кезде мұғалімдер шкафты ашуды талап етіп, олардың әңгімесін тоқтатады. Онда олар тапанша табады. Бұл менікі емес деген сөзіне сенбеген полицейлер оны тергеуге әкетеді. Көмекке сұрау үшін амал жоқ Битнерге баруды шешеді. Ол мұғалімге Штайнердің айтқанының бәрін айтады. Ал Битнер болса бұны құпия ұстауға уәде етеді. Битнер ол бөлмеге фольга қағаздарын толық жапсырып дайына дейді. Сонымен бірге Кирк Штайнер командасын зерттейді. Сөйтіп қорқынышты қорытындыға келеді. Ол Ронниді телефон арқылы ала алмаған соң үйіне барады. Ал Роннидің анасы оны сұхбаттасуға ешкім шақырмағанын біліп, түсініксіз күйде қалады. Кирк Битнердің көзіне түспеуге тырысып үйге қарай тығылады. Оның қызы қайғылы оқиға кезінде қайтыс болып, оның өліміне өзін қатты кінәлайды. Кирк Битнерді таппай қалған кезде, ол артынан шығып, Киркті күрекпен ұрып құлатады. Оны тірідей көміп тастап, үйге қарай барады. Роннидің анасының үйде болмауын жоспарлаған Битнер болып шығады. Ауа райының жағымсыз екенін айтып кірген Брайанға Ронни күдік ұстай бастайды. Брайан пайда болған кезде фольга қағаздары ашыла бастайды. Металл парағы Роннидің саусағын кесіп алады. Ронни құрбандардың бірінің тырнақтарының астынан полимерлі қорғасын табылғанын есіне алады. Ал мұғалімнің бетіндегі біртүрлі тыртық оның маньяк екеніне сенімді дәлелдеді. Ол бұл қыздардың бәрін өлтірген адам екенін түсінеді. Ронни қашпақ болғанда, Битнер оның шашынан ұстап алады. Қыз төсек астындағы бізді байқайды. Брайан қызын қайтару үшін бәріне барғанын айтып жатқанда, Ронни бізді қолына алып алады. Битнер оны өлтірмек болғанда, Роннидің әкесінің аруағына қарап қалады. Осы кезде оны коньки жүзімен жарақаттап, үйден жүгіріп шығады.
Жерге қараса көл бетіндегі мұзда келе жатқандай сезінеді. Мұзды жарып алмас үшін ақырын жүре берген Ронни одан құтылдым дегенде Битнер оны ұстап алады. Олар бірге мұзды шұңқырға түседі, бірақ Битнер оны қолынан шығармайды. Көмекке Брайан келіп қызды жоғары қарай тартады, ал мұғалімге су астынан өз қызының елесі келіп оны төменге қарай тартады. Брайан қызды мұзға жеткізіп оян деп айтып жоғалып кетеді. Есінен танған Ронниді Кирк келіп құтқарып алады. Ал Киркті қазып алуға өзінің әкесінің елесі келеді. Біраз уақыттан кейін Ронни әкесімен қоштасу үшін зиратқа барады. Битнердің ремнанты Кирк екеуі көлікке мініп кетіп бара жатқанына қарап тұрады. Содан кейін ол баяу ериді. Достар, видеоға лайк басып каналға жазылуды ұмытпаймыз. Келесі видео қай фильмге арнап жасайтынымызды пікір алаңына жаза кетіңіз. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі видеоларда кездескенше. Бұл фильмнің аты Ремнант. Все еще вижу тебя.